Ассалаумалейкум туғандар, қанайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базар чоқ каналы. Бүгін 21 ноябрь 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы туңгуш тараптагы алтын ордонун бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Горький жол болсо жаңы Анкара көчөсү жана Алтын Ордо кирген негизи көчөнүн кесишинде турам. Ушул жерден Алтын Ордого киресиздер. Балбай көчөсүндө Балбай көчөсүнө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Балбай 61 болуп калат тугандар. Так, анан бул жерден шаардын бурчуна жүргөн автобус, троллейбус, маршруткалар бар жана конушка чейин 222 маршрутка менен кирсеңиздер болот тугандар. Андан ары калган маалыматты мен үйгө жетип берейин. Мынакей тугандар, келүү жол түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарик, Алтын Ордо, Калымбетов Балбай көчөсү 61 үй болуп калат тугандар. Так, мынакей бул райондун кошуналардын көрүнүшү тугандар. Жолдор мынакей кенен, электр энергиясы бар, газ бар, киргизилген центральный канализация бар экен, киргизилген суусу жана электр энергиясы баары бар тугандар. Мынакей тынч, ушундай жакшы райондордун бири. Дагы эмне маалыматы? Мына үйдүн жанында эле бул жерде садикке, гос садик ажыратылган жер бар экен. Бул жака садик түшүү планы бар. И мектеп бул жерде жакын жерде балдарыңыздар жүрүп барып келе алат. Анан участок 4,37 соток, 4,5 сотокко жакын. Эң эле түндүк чек ара бул жерден башталат. Гараж, забор, калиткасы, бийик забор жана мына бул жакта дарбазасы. Түштүк чек ара бул жерге чейин болуп калат тугандар. Дагы эмне маалыматы? Анан ары эми коралсына кирип калган маалыматтарды бир чекеден берейин тугандар. Газ киргизилген, отопление, газовый котел жана көмүр менен жылыткан котел экөөсү тең үйдө жылытат. Отоплениянын батареялары менен. Ошол системасы паук деп аталат экен тугандар. Ушундай паук деген система менен отопленияның батареяларына орнотуп койгон. Алда тарабы мынакей стяжка болгон. Бул жака кенен эле көп эле машина баткадай жер. Мына тугандар бул жакта азыркыда бир машина, төрүндө бош жер, бактар, жер жемишсеңиздер жери. А бул жакта мынакей узун турасы 11ге 10 болгон үйүбүз. Бул прихожканы кошпогондо 11ге 10 тугандар могу жерине. Стенасы кирпич и тышкы тарабынан утеплять этилген. Мына ушундай үй. Темирден болгон решеткалар, терезелер тугандар. И тышкы тарабынан утеплять этилген, тышкы тарабынан текстура чачылган. Так, дагы эмне маалыматы? Тапчан, бул жагында гаражы. Азыр аларда видео жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Силерге биринчи болуп үйдүн ички тарабына көргөзөм. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрсөңүздөр темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей бул үйүздүн кире бериши, прихожкасы тугандар. Ушундай кенен экен прихожка деле. Түштүк тараптан терезе болгон, отоплениянын батареялары и андан ары түз кирсек коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Жана бул жакта экинчи этажга кеткен тепкичтер. Көрүп тургансыздар, мынакей ремонт, полдор ламинат и бул жакта чоң залы жайгашкан тугандар. Мынакей залдын түштүк тарабынан жана чыгыш тарабынан терезелер орнотулуптур. Тугандар. Бул жагында вентиляция. Так. Мындай эмне маалыматы? Андан кийинки бул жерде санузел, мынакей ванна, душ, раковина суу чыгарылган. Мына көрүп турасыздар, ремонт, аристон, балдар, полдор, кафель, түндүк тараптан форточкада орнотулган. Андан ары бул жагында болсо, мынакей кухнясы, кухонный мебелдер, түндүк тараптан форточка, батыш тарабынан терезе, отоплениянын батареясы. Кухня деле кенен экен тугандар. Раковина суу чыгарылган, фильтр бул жакта, газовый электрический плита. Так, жана өзүнчө бул жерден сыртка чыгып киргенге дагы мындай эшик орнотулуптур тугандар. Интернет бар экен. Андан ары экинчи этажга кеткен тепкичтер, ушундай жыгачтан болгон тепкичтер тугандар. Бул жана ылдый тарабында кладовкасы чакан. И эместерге кийинки этажды көргөзөйүн. Экинчи этаждын көрүнүшү. Чыкканда мындай кенен коридор. Коридор деле бир 1, 2,
2,5-3 метрдей. Бұл жол менен 2,5-мындан көрі. Бұл кәрбідан қалғандан көріп кетіп аласыз. Оң тараптан әкей. Бұл жерде қатарынан 2 бөлме екен. Бұл жерде 1 бөлме. Спальня бөлме, детский бөлме қастар. Бұл жағына бір балдар бөлмесін әкей. Жаңа детский бөлме. Түштік тараптан екеуінің тең терезесі орнатылған, отопление батареялары. Доллары обой. Балдарыңыздар көп болса, көзін тең көресіз бе, қыздарды көресіз бе, балдарыңыздарды кіргізіп қойсаңыздар болады. Бұл жақта тағы бір спальня бөлме, родительский спальня ұқсайды. Батыс тараптан, түндік тараптан терезелер, темірден қол решеткалар, отоплениенің батареялары, осындай ремонт. Так, бұл жағында бір ондай жақан бөлме жайғашқан. Так, ондан сіздерге қорғасын ашып қалған мағлұматты бір чекеден берейін. Мен қали сатылжидың қорғасындамын туғандар. Андан ары бұл жақтан әкей гараж. Гаражы. Отоплениенің газовый котелы. Бұл жақта көмір менен жылтан котелы. Бұл гараждың көрініші. Литрасы тяжко болған. Өзінше көше тұрақтан келген кетар базасы бар. Үйдің документі жөнді айтып отырмын. Туғандар қызыл кетебі бар екен. Туғандар қызыл кетебі көплі продажа документтері бар екен. Бұл мына үйіздің шығыш түштік тарауынан көрініші. Так, бұл жағына жаңа айтқандай бөлі машина батқандай жер. Жаңа артық тарауында бақтар, жерден жекенге жер бар туғандар. Алма бақтары, өрік бақтар, жаңа жер жемшекенге жері. Бұл үйізін батыш түштік тарауынан көрініші. Терезелер, темірден қол решеткалар. Өзімше дағы бұл жақта кухня тараптан шыққанға өзінше ішігі. Так, участок тегіренте ондай забор қылынған. Бұл жақта үйдің түшкі тарауындағы жатқана туғандар. Үйдің түшкі тарауындағы жатқана. Дағы әмне мағлұматы. Бұл үйдің басы $160,000 сұрап атыптыр. Үй иесі анандағы сөйлешу болады. Иесінің номері экранда жаңа описанияда иесі телдеп жазылып тұрады. Звонок қылып сөйлесіп көріңіздер. Дағы сөйлесулер болады туғандарынан. Бұл видеоны достарменен группалармен сіздер бөлісіңіздер. Маға бұл иесіне чоң жардам берген боласыздар. Анда мен сіздермен қоштасам. Кейін кеше ашқа чейін саламатта қалыңыздар.